Ахмет Байтұрсынұлының биыл мерейтойы атап өтіліп жатыр. Неше жылдығы? 150 жылдығы. Сол 150 жылдығына орай бүгінгі әдебиет сабағымызды сіздермен біз болып ашсақ етіп өткізген отырып, негізгі бүгінгі тақырыбымыз бағдарламаға сай Ахмет Байтұрсынұлының жиған терген деген өлең бар екенін білеміз, таныстық. Қандай өлеңдер жинағына кірген дедік? Маса өлеңдер жинағы дедік. Ол нешінші жылы шықты? 1911 жылы. Қай қалада? 11 жылы Совет үкіметіне дейінгі шыққан шығармалар жинағы екен. Соның ішінде жиған терген деген өлеңін таныс болып 1-2 сағат келді. Енді сол өлеңіміздің бүгінгі жиған терген өлеңінің композициялық құрылымы, яғни композициясы деген сөзді сендер түсінесіңдер, яғни жалпы шығарманы не істеу? Енді сақлай, талдау. Осы композициялық құрылымы деген осы. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай екен? Айсама оқып жүрші. Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну, шығарманың мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, ұлттық және тарихи құндылығын бағалау. Яғни неше мақсатымыз бар екен? Екі мақсат. Осы екі мақсатқа жету барысында осы жұмыстанамыз. Ал енді қазір менде 21 оқушы отырсыздар. Осыны мен 3 топқа бөлмекпін. 3 топта араласып бөлінеміз. Ақсандың ашылды, ішінен жібек шашылды деп, мына кәмпеттерден түсіне қарай, кәмпет бә білмеймін, жеп көрген нәрсе емес, алып түсіне қарай бөле қойды. Сонда тез бөліне қойды. Ойланып тұрмаңдар. Мен тұсылалармын, жасылалармын, тез. Алай өз. Бір бөліне алыңдар және. Екекіден алып бастарыңдар жолдасы бір бөліне алып. Өте самау үшінен алды. Ал енді түске байланысты жасыл, қызыл, сары. Оттанда тез Басында сәлде, аузында аула, молдаларда еғам
өздерін сүзіп, жүздерін бұзып, алдап жұртты жинақмау, бергенге ұжмақ, бермесе тозақ деп үйретер халыққа. Ұжмақты беттен Алланың мүлкін арендаға алып бар. Молда сатсақ тиынға ол алға емес сыйынма. Енді Әбдіхан, сен қазір ойланып отырасың, осыны өзіңнің проблемалық сұрақ ойланып отырасың. Түсіндің бе? Ары қарай кеттік. Оянған елде ұмтылған жерде елуші серіккем, қас білген досты, дос білген қасты мұндай елді көппен. Қыз болғанда бірер қас, келген менен қайдарас. Талауда балын, қамауда жанын, аш көзінде оянып, қанат жоқ па әлейқын, ұйықтайтын бар несі қын. Осының бәріміз қабағымызда не айтып жатыр ақын, не айтқысы келіп жатыр? Тағы не айтқысы келіп? Екі жыл жұртты тіксеген бұқты, ол соғықты. Түн етіп күнін көрсетпеймінің, оятқызбай соғып тұр. Қорып тұр. Обыр болса қамқорын, қайнағаны сол сорын. Еріш, оянған ерген туған жерде еріш аз серіккен. Қас білген досты, дос білген қасты. Қас білген досты, дос білген қасты. Мұндай елді көріппен қыс ішінде берер қас. Келгенмен болмас? Келгенмен болмас жас. Талауда жазым, талауда малым, қамауда жаным, аш көзіңді оянып. Ұйқың әлі, қанған жоқ па ұйқың әлің, ұйықтаған мен. Осының бәрін кімнің өлеңін үндестік? Мына жер оянған, ұйқың әлі қанған жоқ па? Кімді кеді? Оян қазағымен салыстырып жүрген болатынбыз. Айтамын. Мұңайып қайғы өзін жайда айтпасыма болмады, қабағын түйіп, қақарын жиып жан-жақты бостырлады. Жаңбыр жаумай жансақар жұт-жұтайтын түрі бар. Ес анық балалық қалып, ер жеткелі 20 жыл, баяғы қалпы, баяғы салты, бұл неткен жұты құшыл. Қазағым елім, қайқайып елім сынуға тұр таянып, талауда малым, қамауда жаным, аш көзімді оянып. Қанған жоқ па әлі қол, ұйықтайтын бар несиқам. Ұйықтайтын бар несиқам дейді. Ол сол заманның 20 ғасырдағы қазаққа айтып отырған үндеуі. Баяғы қалпы, баяғы салты, бұл неткен жұты құшыл. Болсын кедей, болсын бай, жатыр диқан жымжыт жай. Емшегің еміп, анаға сіңіп, бала ұйықтайды жастықпен, қымызға қанып, қызарып жанып, бай ұйықтайды бастықпен. Аш шындықта ақын өзін әлі де сол ұйықтап жатыр дегенде қалай түсінеміз? Енді біреу айта аласыз ба? Ахмет Байтұрсынұлы жиған терген. Оянған ерге ұмтылған жерде еруші аз серіккен. Қас білген досты, дос білген қасты, мұндай елді көріккен. Қыз ішінде бірер қаз, келгенменен қайда жаз. Қазағым елім қайқайып келін, сынуға тұр таянып. Талауда малым, қамауда жаным, аш көзімді оянып. Қанған жоқ па әлі ұйқым, ұйықтайтын бар несі. Осындағы мына сөздегі болған менен жас, келген менен қаз, болмайды ғой жас дейді. Неге? Осы проблема сұрақ қойып отырмын, қазір өзім соған дайындалып. Жақсы, соны сұрақ қылып дайындай, менің маған келіп қалған сұрақ. Енді ары қарай топ бойынша тапсырмаларым. Мынау бірінші топтың тапсырмасы. Таныса алыңдар. Өлеңнің атын білесіңдер ғой енді. Оны білесіңдер. Авторы, тақырыбы, жанры, идеясы, шумағы, неше тармағы, неше бұлар, неше буын, ұқсас тармақтар. Мынау ұқсас тармақтар қазір мына екінші және үшінші топтың тапсырмалары бар. Әдеби теориялық ұғымдар, әдеби теориялық көркемдеуші құралдар, қандай көркемдеуші құралдар бар? Осы өлеңнің ішінде көнерген сөздер бар. Қандай көнерген сөздер бар еді? Оны біздер қалай ажырататын едік? Немен ажырататын едік? Қалай қалатын едік? Тәрбиелік мәні. Осы өлеңнің тәрбиелік мәні не түсініңдер? Бұл бірінші топ жұмыстар алынды. Екінші топтың жұмысы. Өлеңге
сегіз аяқ өлеңін қараймыз, сонымен ұлттық құндылығын ашасыңдар, салыстырасыңдар, осы өлеңнің жалпы құрылымын салыстырасыңдар. Сендер бағанағыдай бәрін айтпай ақ қойыңдар, жалпы құрылымын айтыңдар. Мынандай жұмбақта, мынандай тармаққа тұрады, кімнің ұқсастығы мынада, идеялық ұқсастығын айтасыңдар. Енді үшінші топтың тапсырмасы көзден көріп отыр ғой, шәкәрім Құдай берді, ұлы кімнің шәкірті бізде? Абайдың шәкірті. Абайдың үстімен жазбау мүмкін емес еді. Абайдың үстімен бірнеше өлеңі бар. Кәрілік туралы, жастық туралы деген осы 8 аяқ үлгісімен жазған. Мен сендерге қазір кәрілік туралы деген өлеңін алып бердім. Кәрілік туралы деген өлең. Қазір оны алдарына берем. Осы өлеңді Абаймен және Ахметтің өлеңімен құрылымына қолданбай ақ қойыңдар, салыстырасыңдар. Сендер кішкене күрделеу, иә? Өйткені оның құрылымына сендер талдамайсыңдар. Шәкәрім бұл өлеңде не айтты идеясында? Абай не айтты? Ахмет не айтты? Шәкәрім туралы 8 аяқ сендерде бар ғой, кітап қолдарында бар. Уақытқа шектей, қазір уақытқа таймер қоямыз. Сол уақыттың ішінде боламыз.
болмаса бірінші ағасын мына жұмыс айтайын. Тез-тез жазасыңдар да? Біреуіміз деген бірінші есін шығарып Назовешь, шалаток, назовешь. А поверь, я тебе даже назовем. Вақытта болған деген әлбеш. Енді сіздерге ол, сендер де жазып кетесіздер, негізінде көрінген жақсы. Шөлеміз жалпы қалай, қармақ солай жазасыздар қалай. Қарасаң, нағыз енді. Тақырыбына келетін болсақ, сегіз ай өлеңнің мәні мен мағынасы өте тереңде жатыр. Яғни бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлы және басқа да қазақ зиялылары, көкірегі ояу, көзі ашық азаматтары осы қазақ елінің жаңағы болашағын ойлап, енді осы елдің рухы мен қайратын оятып, болашаққа дамуға итермеледі және де олардың халіне аманшылық білдіреді. Өте жақсы. Яғни бұл тақырыбы не айтылған салыстыру арқылы кімнің Міржақыптың Ахмет пен Абайдың өлеңдерінің арасындағы. Қысқаша тақырыбына келетін болсақ, сегіз аяқтың жалпы шумақ саны 24. Егер бұл шумағын оқып талдасақ, 24 дұрыс айтасыңдар, 24 менде саны 24 кімдерде 24 басқа. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымалап ойға жайылған, қиуадан жауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Жалпы бір шумақта негізі 8 тармақ, әр шумақта 8 тармақтан тұрады. Сондықтан ол 8 аяқ деп аталған. Дұрыс айтасыңдар. Біздер Абайды оқығанда естідіңдер ме? Неге 8 аяқ, ол 8 аяқ деген, анау 8 аяқ деген жаны бар ма, не деп сұрап қойдық ол. Неге 8 аяқ деп? Сонда ойланып біз мынау не істеді дедік, шумақтың ішінде басқа ақындарда бұл сирек кездеседі. Президент жаңағы шәкәрім Абай, сосын соңғы кезде Төлеген Айберген де, сосын
фаризалықтар соңғылары кішкене кездеспейді 8 тармақтар. Қалған ақындар көбінесе шумақ шешілердің 4 тармақтар. және бір тунақтан тұрады, ұйқастыры 8 ұйқасына А, Б, өте жақсы. Жалғастырасың ба? осы 8 аяқ билігіндегі ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылық біріншіден бізде қанша жерден қазақ халқы оқымаған жазуды білмеген болса да, олардың жадысы мықты болды. Біріншіден ақан сал серілер келіп, бір елде өлеңдерін сол жерде суыр салмалығымен айтты сайын кезде, сол жерде отырған халық соны жаттап алып, ауыздан ауызға жеткізіп отырған. Бұл біздің халықтың жадының мықтылығы деп санаймыз. Өте жақсы, яғни өткен 90-дағы тақырыппен байланыстырып жүреміз. Сал серілер поэзиясын олар сөйледі, суыр салмақ айтпай, бірақ олар жазған жоқ, жаттап алыңдар деп, оны рет айтқан жоқ деп. Бір рет айтқан жартылығы біздің ұлттық құндылығымыздың қанша жерден жаңағы ұйқы сұралады, ояншы деп айтып жатыр. Ұлттық құндылығымыз сол, біз әлеуметтік нағыз деп өте жақсы. Айтамын. Идеялық үндестігі Абайдың 8 аяғы Ахметтің жиған тергенінде қазақ халқы үшін шыбын жандары шырылдап жазылған шығармалар. Биік өлеңде жұртшылықты бірлікке, ынтымақтастыққа, өнер, еңбекке, білім ғылымға көз ашып, дамыған қолға шақыра отырып, шын сын айтты. Хәкімнің де ұлт ұстазының да ойлары бір жерден шығып, бірдей көзқарасқа ұсынылды. Өте жақсы, өте жақсы. Идеясы бір, екеу. Бір штук. Өлең аты жиған тірген автор Ахмет Байтұрсынұлы, жанры өлең поэзия. Жалпы бұл өлеңнің Ахмет Байтұрсынұлының жиған тірген өлеңінің басты тақырыбы біздің ойымызша ол ұйқышыл жұрт деп отырғаны, бұл ұйықтап жатырған жұрт емес, жаңа айтып кеткендей, ол кездегі сауатсыз, надан халықты білім жолына көзі ашық көкірек ойып, жастар тәрбиелеу және де қоғамдағы әділетсіздік пен сауатсыздықты жою деп түсіндік біз. Ал идеясы ол жаңа айтып кеткендей, надан халықтың көзін ашу, сауаттандыру. Надан деген сөзге үйір әуес болмаңдар деді сендерге. Өйткені оның жазарында мен сендерге айттым, надан емес біздің халық. Сауатсыз болған болар, бірақ надан емес. Надан емес деген сол, оның ең жалпы халықтың ауызға жетім ол халық қазақ халқы. Надан деп айта алмаймыз, андай ауызға жетіммен батырлар айтысты қалай алып келді. Иә, сауатсыз деп айтуымыз болады еді. Оғанда да дау айтуға болады, сауатсыз болсақ біздер анау түркі тілдес халықтарына тастап жазу деген халық. Оғанда не айтуға, ол басқа әңгіме. Сол кезде қоғамдағы халықтың көп бөлігі сауатсыз болды деп айтсақ болады ғой. Жазу білім жағынан. Сол жолда сол кезден бастап білім ғылымға құштар болу арқылы бір жарқын болашақты қалыптастыра аламыз деген ойды халыққа жеткізгісі. Өте жақсы сұрақ. Мен осыған байланысты қай ақынның өлеңін сендер мысалы беретін? Дамып бара тұрған ел. Өнер мағжұттар дастан сарай қалыптасты деп олар ішіп баратыр, бізде қалып баратыр деген сияқты. Міне осымен салыстырыңдар. Әрі қарай. Шумақ саны, өлеңде шумақ саны 19, тармақ саны 8, және бунақ саны 1-2, буын саны 5-8 және егіз ұйқас болады. Егіз ұйқас болады, иә? Жаңағы мынаны, мінекей, сендер күміні шығып, Жәмила айтып отырған кезде міне. Түн ертіп, көріпсіңдер ма? Бунақ саны мен сосын буын сандары мына ішінде жатыр, иә? Бунақтың ішінде жатыр, иә? Жақсы, әрдегі. Айтып отырған кезде, тағы айтатындар ма қосымша? Елжан. Аржан бар ма? Мирас бар ма? Қосау. Әдеби теориялық ұғымға аллитерация астанамыз, риторикалық сұрау, метафиза кірісі жатады. Соны бір мысалдан келтіретін болсам, риторикалық топпеш? Риторикалық ұйықтайтын бар несетін соңында. Риторикалық сұрақ деген сонда? Астанаңызға ойуын ойып, орындап қойып. Аллитерация қиыннан қиып, қиырдан жиып. Метафорға еңбексіз итчер, бейнетсіз битчер. Итчер, битчер деп отырған дәл ауыстыруда адамдар жеп қойу, басқа халық жеп қойу деген сияқты. Аружан бар ма? Елжат бар ма? Көнерген сөздер. Көнерген сөздер. Біріншісі ләфөз, одан кейін хаман. Ләфөз дегеніміз, анда біз етіп ода? Хаман. Шекпен. Шекпен деген не екен?
Шекпен. Бізге пайда тигізер пайда шекпенді сендер бар сарайда бар бір балғана келіп тұрасыңдар ма не? Шапанның шапанның бір түрі бірақ ол шапан әдемілікке сұлулық анау қонаққа неге киеміз де ал шекпенді қайда киеміз? Жұмыс жасағанға киіп аламыз да ана кімнің мұғалімі бар ғой қара өлең деген өлеңде бар шекпен жауып өзіне қайтарамын қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген жер бар ғой сонда түн кісімен оқыдым сонда шекпенді нағылып ойлады да балтамен жауып қайтарып деді ме қойдым тағы одан кейін сәллә қамал қамал сәллесі дейді ғой сәллесі мола деген жердегі сәллесі басында деді ғой жаңағы сосын шалап шалап деген айранға су құяды да жазда шүйған үшін шешеді обыр деген өнерге сөз обыр әрине жазу айтуға болады да обыр деп обыр деген ауыл жерде ауру тұрған жоқ емістік қызметінде тұр ғой обыр деген сөз да обыр жеу деген сөз одан кейін ұйықтайтын бар не секін дегенде секін деген сұқын деген ғой сұқын неге сұқын бар деген сөз ғой жалпы ахмет байтұрсыновтың жиған деген өлеңі ресейдің орталық саясатымен бай мен кедей жоғары мен төменгі таптардың арасындағы теңсіздік мәселесін қозғайды оның салдарынан туындаған зардаптарын шешімдікпен басып жеткізген ақылсыз бен надандық көзді басқан халық жағдайын көрген ақынның қамалдағы қазаққа жанаш аш көзіңді оян деп қара түнектен шығарып ұйықтап жатқан ұлт санасын оятуды мақсат етуі сондағы басты тәрбие болашағы бар ел үшін ұлт тәрбиесі мен білімін қалыптастырып тәрбие яғни сонда не істейді дейді ол жандары ашып шырылдап анау оян қазақ деп бір жағып шырылдаса анау Сұлтанмахмұт нағыл еді кеңсабақтан ойнап нағыл еді қараңғылықтың кегіне өрмелеп шығып күн болар күн болмағанда мен кім боламын деді ғой міне ол сонымен салыстырып жүрген болатынбыз өте жақсы өте жақсы топтар өте жақсы жұмыстап жатсыңдар соңғы топ бізге берген тапсырма осы 3 өлеңді оның ішінде жиған терген ахмет байтұрсынов сосын абай құнанбаевтың сегіз аяқ өлеңі сосын шәкәрім құдайбердиевтің кәрілік туралы өлеңін ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтап табу менің өлеңдердің ұқсастықтарын айтып өтетін болсақ өлеңдер құрылымы жағынан бір-біріне ұқсас болып келеді яғни олардың ұйқас түрлері барлығына да егіз ұйқас деп деген нәтижеге келеді және де бунақ саны тармақ саны бірдей дегенмен шумақ саны әртүрлі тармақтың бір шумақта 8 тармақ бар болуымен бір-біріне ұқсас айырмашылығы бізге салыстыруға берген өлеңдердің бірі ол 8 аяқ өлеңі абай құнанбайұлының абай құнанбайұлы 8 аяқ өлеңінде адам мен құндылықтарды және сол кездегі адамдардың мінез құлқы туралы тақырып қозғайды абай құнанбайұлы сол кезде адам бар өзінің халқын адал болуға бай болуға және нағыз адам болуға шақырады осылайша ол абай құнанбайұлы қазақ халқын сауатты етуге ұмтылады ал бұл 8 аяғында ал енді шәкәрімнің емес жиған терген ахмет байтұрсыновның жиған терген өлеңінде жалпы сол кездегі бүкіл мәселені бір өлеңге жинап жазған болатын яғни тараптардың арасындағы теңсіздік пара беру пара алу бұл да деген адамның жаман мінезі жалпы адамгершілік адамның қасиеттерін де сипаттаған болатын және де деген мысалы пара беру пара алуға бұған кезде молданы мысал етіп алған болатын байдың баласына ол деген ерекше көзбен қарап оған білім берген болса ал кедейдің баласына ол ақшасы жоқтықтан оған ештеңе бере алмағандықтан тек қана одан ұрыс жеп сөгіс алып отырған болатын соның кесірінен бізде сауатсыздық пайда болған болатын сол сауатсыздықты осы өлеңде айтып кеткен болатын жиі айтылады біздер келесі сабақ сөздерге келеді келесі шәкәрім құдайбердиевтің қадір туралы өлеңі бұл қадір туралы өлеңде басына қыртық түскен адамның азабы және оның қайғысы оның жағдайы туралы сипатталып баяндалады жас кезінде адамның көңілі жанарға және де жарыққа толы болса ал қарт кезінде бұл қасиеттері барлығы кемдеп қалады сонымен қатар кәрілік бойлаған адам
ешқандай да күш қуатып, ешқандайға да сауапқа болмай, жас кезіндегідей ешқандай ізденіске де сауапқа болмай кетеді. Сонымен қатар осы келін баласымен қолында тұрған кәрі адамдардың келіндері атасының бауырдан қиналып оған ұрыс сөз айтып жатады және ол өлеңде осы туралы айтып кеткен. Басты айырмашылығы, мағыналары, идеялары, тақырыптары әртүрлі. Яғни бұл жерде басты айырмашылығы идеясымен тақырыбы. Иә, жаңа бірінші жиған тергенде. Идея не болды жиған тергенде? Сол кездегі сауаттандыру. Сауатсыз жою. Сегіз аяқтың идеясы не болды? Ол да Яғни сын айту, яғни кімде бұл сауатсыздандыру қалай екенін жиған тергенде ол жолын ашу білді Ахмет. Бірінші айырмашылығы Ахметтің. Өйткені ол не істеді? Не істеді? Сауатсыздықты ашу жою үшін не істеді Ахмет? Жазып тұрса айтасыңдар. Төте жазуды жапон келіп Абайды тек қана сынап қана сыншылы реализм жерде, Абай тек қана сынады, ал оның шығу жолын таба алмады. Ал шәкіртінде онда адамдар несі бар? Адамның жасы үлкейе келе, бәрінде үлкейесінде, бәрінде қартаясында кәріліктің қандай болатыны, жас кезінде жасайтынды жас кезінде жаса деп айтқан. Сен де кәрі боласың деп ұлттық құндылығы кәрілерді құрметтеу. Ол да сендер сияқты жас болған деген сияқты идея. Көрдіңіздер ме? Жалпы мақсамдарында, шумақтарында ұқастық болғанмен айтатын идеяларды. Бұл Шәкәрімнің тағы өлеңі бар, жастық туралы. Мен сіздерге әдейі кәрілік туралы деген жазып беремін. Жастық туралы ол сендердің қазіргі заманда. Ал кәрі болған кезде, қазір кәрі болған кезде адам қандай болады? Өте жақсы отыра қойды, өте жақсы. Барлығыңызға да өте жақсы деген қазір көңілім толып тұр, тапсырманың барлығы күшті орындалыңдар. Енді жаңа айттым ғой, бір топтан бір сұрақ дайындай қойыңдар. Кім өзінің жаттаған өлеңінде, мысалы, сұрақ туындап қойыпты осы жерде. Неліктен, қалай? Тез, бар ма? Кімнің өлеңінде? Жаңа жиған терген, енді жиған терген қайтып келеміз. Болады. Қоям, Бексұлтан, қоям жүргісің бе? Сосын өлеңіне қоям ба? Жалпы қой, сосын кім жауап береді? Егер де сіз қазіргі заманда Ахметов айтсаңыз, қазіргі заманда қандай мәселе? Дауыс тыңдап алайық. Егер де сіз қазіргі заманның Ахметов болсаңыз, қазіргі заманда қандай мәселе көтерер едіңіз? Қандай мәселе көтерер едіңіз, Ахмет сияқты немен күресер едіңіз деген сұрақ. Жақсы, ойланатын сұрақ екен. Ары қарай екінші. Дайынсыздар ма? Тағы екінші топ, үшінші топ. Дайынсыздар ма? Бірінші топ дайынсыздар ма? Бар ма? Екінші топ күншақты басында сәлде ауызында деген. Сонда сол бойынша проблемалық сұрақ, Ахметтің бұл жылдарда жазуына молданы бір тұтқан аңғал халық бар, әлде діни білуші молдалар ма? Және ала ғасырда қақшағымарлық және діни сауатсыздық әлі де өзекті ме? Иә, әлі де өзекті ме дейді. Бексұлтан сұрағына мен жауап беремін дейді. Сұрағына мен қазіргі мәселе ол қазіргі мәселе ол ең бірінші ол жастардың шетелге еліктеуі, сол мәселені қозғар едім, және де діни сауатсыздықты қозғар едім, және де жауап беріп кетесің екеуіне, малас. Және қазақ тілінің бұрмалауын, яғни қазіргі жастар құттай кезден бастап қазақ тілін бұрмалап, басқа тіл үйреніп, араластырып қазақ тілін бұрмалап жатыр. Сол себепті осы үш мәселені басты қозғайды едім. Мен басты мәселені осы үш мәселені қозғар едім. Егер мен Ахмет болсам дейді. Ахметтің рухы менде болса, Әмірханға жауап береміз. Сұрақ жоқ, жауап береміз. Әмірханның сұрағы бойынша қазіргі таңда діни сауатсыздық бар ма біздің қоғамда? Менің ойымша қазіргі таңда діни сауатсыздық бар. Себебі діни сауатсыздықтың басты дәлелі ол қазіргі үлкен буынға қарағанда жастардың осы теріс ағымға ілесіп кетуін айтсақ болады. Олар өздерінің ойынша олар дұрыс ағымдамыз, өзіміздің алда мақсатымыз бар деп ойлағанмен, алайда сырт көзге олардың киім киісі, сөйлеу мәдениеті, өзін ұстауы, ол
мүлдем біздің қоғамға оғаш көрінеді. Осы дүниелердің барлығы біздің қоғамдағы діни сауатсыздықтың белең алуына дәлел. Өте жақсы. Тағы сұрақ бар ма? Тағы сұрақ. Дайынбыз ба сұрақ? Жауапқа дайынбыз. Керісінше жауапқа дайындалатын бар. Бір сұрақ бір сұрақ. Мен енді ананы астырып үш сұрақ жасайтын болып жатыр ма? Біз енді жақсы бәсекелестік бар. Сіз Ахмет Байтұрсынов айтқандай халықты ояту үшін қандай іс-әрекеттер қосар едіңіз? Сол заманда болсаңыз ба? Егер сіз сол заманда болсаңыз, халықты ояту үшін Ахметтің жасағаннан басқа қандай әрекет жасар едіңіз? Ахмет жасағаннан басқа. Жақсы. Өте жақсы. Ойланып сұрақ да? Тақын жетсе сол болады. Сұрақ қоя ғой. Ойланып отыршы сұрақ қоя берсін. 20 ғасырдың басында, 19 ғасырдың басында барлығымызға белгілі көптеген ақын жазушыларымыз осы өзінің шығармаларын жазудағы, өзінің еңбектерін шығарудағы басты мақсаты ол осы халықты сауаттандыру, жарқын болашақты қалыптастыру болды. Алайда қаншама шығармалар жазып, қаншама еңбектер жарық көргеннің өзінде халық неге осындай ұйқышпыз халде жатты деп ойлайсыздар? Неге оянбады осыншама бәрі? Оян қазақ деп айтып жатыр, жаңа айтып қоя. Неге оянбай жатыр? Абай сөйлеп Жауап бер. Не болса ретінде қазіргі 21 ғасырда қосатыным ол жаңа технологиялар және күнделікті сағаттар дамыватқан заманға ілесіп, сонымен бірге даму, бірақ дамый отырып, өзінің ұлттық құндылықтарын жоғалтпай алмау, осының еңбек ету әрекет ету. Өйткені қазір қоғамда көп болмаса да баршылық Құдайдан сұрайық, Құдай береді деп үй өлтіретіндер бар. Ол кезеңде басталды. Қолынан келетінді істеп, қолынан келмейтінді Құдайға тапсыру керек. Өте жақсы жауап, өте тұшымды жауаптар да. Соңғы сұраққа Гүлханның жауап берейін. Әйгерім жауап берейін. 20 ғасырдың басында көптеген ұлт зиялылары осы қазақтың наданлықтан арылу барысында көптеген шығармалар жазғанымен патша үкіметінің билік барысындағы адамдар осы шығармаларды халыққа жеткізбей көздерін жойып отырған болатын. Тек қана бұл емес. Жойып отырған жоқ деп кесіп тастамайын. 15 жылдары айқап та, қазақ та газеттер шығады. Егер патша үкіметі жойып тастайтын болса, оларды аштырмайды ғой. Сонымен қатар бұл патша үкіметінің тарапынан қазақ тіліне деген қысым болды. Қысым болды, иә. Өйткені қандай қысым деп ойлайсың? Малдардың тартып алу, отбасына деген ол материалдық жағы. Ахмет Байтұрсыновның жолының құлап оны айтқан дұрыс деп айтатын болса, оларды бірден ақтарына оған яғни сауатсызданбаудың бірден бір мектеп ашылмауы да? Ашылу орыс қазақ мектептері ашылып, ол ғана тілмаштарды дайындайтын ғана. Біздің қазақ балаларына білім беретін мектептерін жабу басталды осы. Өте жақсы, өте жақсы. Түсіндім, бәрін айтқылар деп түсіндім, өте жақсы. Енді қазақтар мынандай сөз бар. Сонымен қазір сағамыз тоқымдалған емес. 8 қырлы бір сыры. Ахмет Досыған дәл керек көрдіңіз? Бір қыры, мен сендерге жалғыз айтам, бір қырын бір сырын ғана айтып берем. Ол ұлы қазақ, ұлы педагог, ұлы ағартушы. Жалпылама ұлы даланың ұлы ұстазы. Бір сыры болды. Ал 8 қырын сені шағарам. Осыны сол сағамыз бар алыңыз. 8 қырын.
басшы көсемдердің бірі болсын. Иә. Әлиханның қасында, Әлихан Бөкейханның қасында. Иә. Алаш ордасының, Алаш партиясының өте жақсы айтасың. Міне. Қоғам қайраткері айтасыз, иә? Абай, жидашы бол. Көсем сөз шебер деген не бізде? Публицист бол. Публицист бол, дұрыс айтатын біраз. Публицист, Ахмет Байтұрсынның көсем сөз шебері деп атаймыз. Себебі 20 ғасырдың басындағы халықтың сұранысына ие болған көптеген халықтың сұранысына ие болған қазақ газеті 1913 жылдан бастап басып шығарған. Оны Алашорда партиясының мүшелерімен бірге, Алашорда зиялыларымен бірге, яғни Әлихан Бөкейхан және тағы басқа секілді зиялыларымен бірге осы қазақ газетін шығарған болатын. Мақалалар жазды, иә? Бірнеше мақала жазды. Қазақтың бұлағына Абай деген ең бірінші мақаласы осында шығып Жидаш болған. Әдебиет танытқышы да, оны білеміз ғой. Әдебиет танытқышқа не бар? Әдебиет теориялық әдебиеттің жалпы сөз өнері екенін да, әдебиетті зерттеушілер тілмен бірге. Бана тіл құралы да айтып қой. Бірінші нәрсе. Тұңғыш реформаторлар жаңағы төте жазу деді. Төте жазудың университетте танысында бұны жазуда білесіңдер. Аудармашы. Кімнен аудар? Иә. Крыловтың өзі артында басқа біреуден аударып деді, кімнен аударып деді? 5 ғасырдағы Эзоп грек мысалшы да, тағы Федор дегеннен Рим мысалшысы, иә, аудар, ал жидаш дейді. Жидаш дейді қой, иә, жидаш деген әңгімені жақында ғана айттық, тыңдау деді. Яғни бірнеше ауыз әдебиеті үлгілерін халықтың аузына жинап қағаз бетіне түсіру, оны жидаш дейміз да. Бұл Ахметтің қандай ауыз әдебиеті алған несі бар? Халықтың аузынан жазып алған, сосын басқаға беріп шығарған. Бұл жидаш деп те айтуға тұрарлықтай да 8 қырын шығардық па? Сонымен 8 қырлық дәстүрлі Ахметіміздің мынандай өлеңі соңғыдағы. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқан атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылының иттері үріп қаққаны. Сөйтіп 1937 жылы басқа жақтан жау керек емес, өзімізді өзіміз ұстап бердік. Бұл жерде мен тақырып өз ауылының иттері деп отырмыз да. Өзімізді қазақ өзі ұстап берді. Сол 1938 жылы. Енді кімнің соңғы өлеңінің бірі? Тән көмілес еткен ісім. Ойлайтындар мен емес бір күндісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бір күншіл менікі ертеңі үшін. Сәлем сөзімен аяқтап. Сендер үшін бәрі. Ахметтің ертеңі сендер бұл ертеңді болашаққа қойсыңдар. Рахмет барыңыздар. Сабақ аяқтап.